убивать? Вам не стыдно? Вам не стыдно? 2019 жылдың соңы Ресейдің Хабаровск қаласында 80 жасар Қанішер кемпірдің сот отырысы өтті. София Жукова деген қарт кісі барлық құрбандарын балтамен майдалап өлтірген. Мәйіттердің денесін пакеттерге салып қоқыс жәшігіне тастаған. Қанішер кемпір қара күшті, ер адамдардан қалыспайтын мықты әйел болған. София Жукова 3 адамды аса жауыздықпен аяусыз өлтірген. Ол өзінің құрбандарын бар болғаны шулаған үшін, оның мазасын алған үшін ғана аса қатыгездікпен өлтірген. Сонымен қатар, сот отырысында жалмауыз кемпір қаза болған адамдардың жақындарына күліп, мазақ еткен. Ол өз қылмыстарына еш өкінбеген. Бұл видеода әлемді шулатқан Қанішер кемпірдің қылмысы жайлы айтып беремін. Оқиғаны тыңдамастан бұрын менің каналымды 1000 оқырманға жеткізуге үлесіңді қос. Лайк ұмытпа.